Үй жағдайында бетті ағартамыз. Қиярмен бетті ағарту маскасы. Қиярды тазалап, үкіштен өткіземіз. Қиярдың ортасындағы жұмсақ жерінен алып, шай қасық лимон жырны мен жарты ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Дайын болған масканы бетке жағып, 15 минутқа қалдырып, бетті жуамыз. Екінші, сүт өнімімен бетті ағарту маскасы. Айранды балмен араластырып, жағып, 15 минутқа қалдырасыз да жуып тастайсыз. Үшінші, лимон мен қаймақтан бетті ағарту маскасы. Қою керемет ас қасық пен қаймақ түрін алып, ас қасық лимон жырнын қосамыз. Араластырып, бетке жағып, 15 минуттан соң сумен жуамыз. Төртінші, күріш арқылы маска жасау. Күрішті жұмсақ болғанша қайнатып, дайын болған соң суытамыз. Сосын бетке жағуға болады, немесе мұз формасына дайын болған күрішті салып, қатырып, мұз ретінде күрішпен бетті сүртуге болады. Бұдан соң міндетті түрде крем жағу қажет. Маска түрлерін аптасына 1 рет жасаған жөн. Қолжетімді әр үйде табылатын өнім түрлерінен жасалатын рецепт түрлерін жаздым, қолайлы болу үшін. Бетті ағарту үшін, әдемі, тегіс болу үшін өз тәжірибем бойынша тек маска жасау жеткіліксіз. Ең бірінші, өз теріңіздің типіне байланысты құрал түрін таңдап, күтім жасауды ұсынар едім. Өйткені бетті тек сумен жуу беттің әдемі, тегіс болуына кепілдік бермейді. Ал сабынмен жуу бетке зиян екенін білеміз. Сондықтан бетке арналған арнайы құралдар сабын орнына қолданып, беттің әдемі болуына көмектеседі. Содан соң ғана маска жасау керемет көмектеседі. Және айта кететін жайт, күнге шыққанда күннен қорғайтын крем немесе арнайы крем, тоналды крем жағатын болсаңыз, құрамында күннен қорғайтын элементі бар тоналды крем жаққан жөн. Әйтпесе, үйде жаққан маска күннің әсерінен қорғамайды.